Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі шығарылым ұстаздарға арналады. 1 қыркүйек білім күніне арналған идеялар. Мұғалімнен хат. Қыркүйектің 1 күні әр балаға жеке хат жазамыз. Жыл бойы ол оқушыға айтатын кеңестеріңізді, ол оқушыдан не күтесіз, ол оқушының жақсы қасиеттерін жазып, сынып ішінде оқып сақтап қоямыз. Жыл соңында қайта оқып қорытындылаймыз. Қандай өзгеріс, қандай нәтиже болды, мұғалім үмітін ақтады ма деген сұраққа жауап аламыз. Хатты жалпы бір сыныпқа жазса да болады. Өзіме хат. Әр оқушы болашақ өзіне хат жазады. Оқу жылының соңында ашып оқиды. Жыл бойы қалай дамығанын, қандай нәтижеге қол жеткізгенін байқайды. Хатты жазу үшін оқушылар төмендегі нұсқаулықты пайдаланса болады. Мектепте не ұнайды, не ұнамайды, сүйікті пәнін, ұнатпайтын пәнін, сенің қолыңнан не келеді, сен үшін нені істеу қиын, осы оқу жылынан не күтесің, нені үйренгің келеді, сенің осы оқу жылына қояр мақсаттарың, мақсатына жету үшін не істейсің? Егер кіші сынып болса, көмек бересіз. Хатты жазып болған соң конвертке салып, мұғалімге береді. Жыл соңында тәрбие сағатында қорытындылайды. Алғашқы күнгі сезімдер. Ақ қағазға 4 түрлі смайлик салып, астына жазамыз. Көңілсіз, қуанышты, бақытты, қобалжулы. Балалардың аттары жазылған стикерді таратып бересіз. Өздері көңілдеріне қарай жабыстырып шығады. Сынып сағатын қорытындылағанда жазасаңыз болады. Біз білуге асықпыз. Ақ қағазға оқушының есімін және бос орын қалдырып үйренгісі келеді деп жазамыз. Яғни Ақнұр бос орын қалдырамыз, үйренгісі келеді. Әр оқушы өзі не үйренгісі келеді, соны жазады. Би билеуді, ән айтуды, сурет салуды, жүзуді тағы басқа. Мысалға, Ақнұр жүзуді үйренгісі келеді. Жыл соңына дейін әр оқушы өзі үйренгісі келген нәрсені үйренуге көмек беру, қадағалау керек. Нәтиже шығатындай жұмыс жасау керек оқушымен. Біздің сынып уәдеміз. Әр оқушы жақсы іс-әрекеттерді оқу жылында жасаймыз деп уәде беріп жазады. Мысалға, біз жылы сөйлеп мейірімділік танытатын боламыз. Біз бір-бірімізге көмектесетін боламыз. Қиын болса да қол ұшымызды созамыз. Бір-біріміздің жетістіктерімізге қуанатын боламыз. Алақан стикерлерді алдын ала дайындаса болады. Немесе сол жерде әр оқушы өз алақанын қойып сызып алып, бояп, кесіп жабыстырса да болады. Алақан стикерлерге әр оқушы өз есімдерін жазады. Көрнекілік сияқты сыныптың бір бұрышына іліп қойыңыз. Өздері оқып, естеріне түсіріп тұрады. Балық аулаймыз. Түрлі түсті қағаз балық формаларына оқушыларды тануға арналған қызықты сұрақтар құрастырамыз. Сүйікті пәнін, сүйікті ұстазың, ең жақын досың, сүйікті мультфильмін, жазғы демалысты қайда өткіздің, отбасын туралы айтып бер, өз бойындағы жақсы қасиетін, өз бойындағы жаман қасиет. Оқушылар аквариумге қолдарын салып, өздері балық аулайды. Балықтағы сұрақты оқып, оқушылар жауап береді. Мектептің алғашқы күніне фотосессия. Үлкен картоннан рамка жасаймыз, өз қолымызбен. Оны әдемілеп сәндейміз. Гүлдермен, смайликтермен, түрлі түсті қағазбен, керек емес дискілермен, тағы басқа өз фантазияңызға байланысты. Фонда жасауға болады. Бұл рамканы басқа да іс-шараларда тақырыбына сай әсемдеп пайдаланса болады. Балалардың эмоциясы ерекше болады. Істеп көруге кеңес берер едім. Өз тәжірибемнен өтті. Балалар мәз-мейрам риза. Сыйлықтар. Мектептің алғашқы күні мерекеге орай кішігірім сыйлық сыйлауға болады. Қалтаға ор түспейтіндей бір данадан. Оған қаламсап, сызғыш, өшіргіш, дәптер, брелок, альбом тағы басқа. Басқа қорытынды сабақта да қорапқа түрлі сыйлықтар салып, сұрақтар қойсаңыз болады. Кім сұраққа дұрыс жауап берсе,
қорапқа қолын созып бұйырған сыйлықты алады. Оқушылар риза болып ынталанады. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып жазылуды ұмытпаңыз. Рахмет.